Салам алейкум қазақтар. Қазір бүкіл бақта Қазақстанды жан басында шақандағы ЖИУ ВВП Ресейге қарағанда асып кетті дейді. Жоғарып кетті. Не деп айтайын? Бұл өте жақсы, жаман емес, ол жақсы. Қазақтар әрқашан бай болсын, халықтың тұрмыс дәрежесі көтерсін. Бірақ бір мәселе бар. Солтүстік көршінің ұлттық шеткі халықтары Қазақстан туралы не дейді қазақтар туралы? Мына қазақтар тәуелсіз қалғаннан кейін жыл сайын байытуда бай болып қалды. 25 жыл ішіндегі Астана заманауи қала салды дейді. Ал біз дейді, біз тек қана кедейлік дейді. Біз тек қана мынандай өмір жыл сайын нашарлап кетеді олар дейді. Не деп айтайын? Мына мен ойымша, мына солтүстік көршінің алдындағы біз қазақтар байлықтары байды көрсетпеуіміз керек. Өмір қарапайым әрекет жасауымыз керек, ету керек. Себебі әрқашан солтүстік көршінің алдындағы не айту керек? Қазақстан бәрі жаман, ақша жоқ, бәрі жаман деп айту керек. Ал қазақтар бір-бірінен қазақ тілінде Қазақстанда бәрі жақсы. Бәрі жақсы, Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Бір-бірінен сөйлесіп. Өйткені біз көріп білеміз ғой. Мынандай Грузия, Украина, олардың мына өмір сүру жағдай жақсы бастаған үшін олардың өш алған. Сондықтан сақ болыңыздар, көрсетпей қойыңыздар бәр байлықтарды олардың алдында.